Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, Алтай Ньюс медиа орталығы сіздермен Қуаныш Рахметоллаұлы. Маңызды оқиғалар салмақтап ел тынысынан хабар жеткізетін боламыз. Өскемен жұртшылығы қала күн тойлауды бастап кетті. Шығыстың бас шаһарының мерекесін кең көлемде бірнеше күн қатарынан тойлау соңғы жылдар дәстүрге айналып кеткен. Қала тұрғындары аса күтетін мереке қарсаңында түрлі мәдени және спорттық іс-шаралар өтіп, заманауи үлгіде абаттанған аулалар мен демалыс орындары ашылады. Сондай игі шараның бірі Шәкәрім даңғылының бойында жаңа сквер ашылуымен жалғасты. Жаз бойы мұнда қызу жұмыс жүргізіліп, жаңа бордюрлер төселіп, ғимараттардың қасбеті жаңартылған. Айта кету керек, жылдар бойы Ворошилов аталып келген даңғылға 2019 жылы Шәкәрім есімі берілді. 28 тамыз күні Өскемен қаласында терроризмге қарсы оқу-жаттығу өткізіледі. Оқу-жаттығу барысында террористік тұрғыдан осал нысандардағы ахуалды дамытудың әртүрлі сценарийлеріне жедел ден қою мәселелері пысықталады. Осы мақсатта белгілі бір шектеу шаралары, оның ішінде Өскемен ГЭС ауданда автокөлік қозғалысын жабу бойынша шаралар қарастырылған. Қала тұрғындары мен қонақтарының осы іс-шараға түсіністікпен қарауды, қауіпсіздік шараларын сақтауды және жұмылдырылған мемлекеттік органдарды заңды талаптарын орындауды сұраймыз, дейді терроризмге қарсы күрес жөніндегі Шығыс Қазақстан облыстық жедел штабы. Шығыс Қазақстан облысында Серебрянск қаласының маңында пойыз аюдың қонжығын қағып кетті. Оқиға 22 тамыздан 23-іне қараған түні 89 шақырымдық темір жолда болды. Болған оқиғадан кейін теміржол станциясының қызметкерлері өлексені жолдан шығару үшін сол жерге келді, деді Серебрянск әкімінің орынбасары Қайрат Жақбеков. Алайда бұл жергілікті тұрғындардың Серебрянск маңынан жабайы аңды алғаш көруі емес. 24 тамызда посттардың бірінде жол бұрушы аю көрген. Адамдар мен жыртқыш аңның кездеспеу үшін қала бойынша Серебрянскіде ескерту үшін дауыс зорайтқыш бар көлік жүреді. Қала тұрғындарының түнде үйден аса қажетсіз шықпау сұралады. Биыл Тарбағатай ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі ақын Бақыт Ихсановтың туғанына 90 жыл толып отыр. Бақытбел жұрты жерлес ақынның торқалы тойы қарсаңында мүшәйра ұйымдастырып, қаламгердің жаңа кітабының тұсаукесер рәсімін өткізді. Қаламгер Бақыт Ихсанов оқырман қауымға сырымды айтам, жырлар жүрлек сырласын, тамырым менің тереңді, ұйқым келмейді қанатты жылдар, таңдамалы сынды еңбектерді рухани азық етіп қалдырды. Ақжар мәдениет үйінде ақынның 90 жылдығына арналған ғасыр дауысы келеді құлағым атты еске алу кеш өтті. Кеш қаламгер шығармашылығына арналған театралды поэтикалық қойылыммен басталып, ақынның Сезім сырлары атты кітабының тұсаукесерімен жалғасты. Сонымен қатар ғасыр дауысы келеді құлағым атты облыстық ақындар мүшәйрасының жүлдегерлері анықталды. Топ жарған ақындарға сыйақы табысталды. Жыр сайысына 40-қа жуық ақындар қатысып, 10 ақын жүлдегер атанды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері жылыту маусымына дайындық жұмыстарын қадағалауды бастады. Алдымен көп балалы және аз қамтылған отбасылардың үйлері, сондай-ақ қозғалыс шектеулі және қарт адамдардың үйлері бақылауға алынды. Биыл облыста 3100-ден астам үй есепке алынды. Аралау және пештер тексеру барысында төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тұрғындарға пешті қысқа қалай дайындау керектігін және өрт немесе иіс газынан улануды тудыруы мүмкін ақауларды жою туралы нұсқаулық береді. Сәрсен Аманжолов университетінің ғалымы топырақтың тозуына қарсы әсері бар биогель жасап шығарды. Бүгінде ауыл шаруашылығында қолданылатын топырақтың 75%-ден астамы тозуға ұшыраған, қалған 25%-і тәуекел аймағында. Мұның бәрі өнімділіктің төмендеуіне және үлкен қаржылық шығындарға әкелетін сөзсіз. Университеттің баспасөз қызметінің ақпараты бойынша топырақ құнарлығын арттыру жолында фермерлер ғана емес, отандық ғалымдар да қолға алған. Нақты айтқанда, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің ғалымы, ғылыми қызметкері
Қыдырмолла Ақатан агроөнеркәсіптік кешенін тұрақты дамыту мақсатында топырақтың ылғалдылығы мен құнарлығын арттыру үшін целлюлоза негізінде мультикомпозиттік биогидроль әзірлеуде. Қыдырмолла Ақатанның айтуынша, биогидрольге тек отандық шикізат пайдаланудан басқа түрлеріне қарағанда 1,5 есе арзан. Тағы бір артықшылығы пайдаланудың әмбебаптығы. Гел дақылдардың барлық түрлеріне жарамды. Оны егіс алдындағы топырақты өңдеу кезінде қолдану қажет. Нәтижесінде біз өсімдіктер тиімді сербициялайтын, ылғалды сақтайтын, ыстыққа сезімтал және өсуге ықпал ететін препарат ала аламыз дейді ғалым. Шығыс Қазақстан облыстық драма театры енді Шығыс Қазақстан облыстық драма және оперетта театры болып өзгерді. Шығыс Қазақстан облысының әкімінің 2024 жылғы 21 маусымдағы нөмір 159 қаулысына сәйкес. Бұл өзгеріс өңірде өнердің дамуына зор серпін беретініне сенім мол. Болашақта театр репертуарынан драмалық жанрымен қатар оперетта жанрында туындыларын көруге болады. Осы орайда айта кеткен жөн, күні кеше жас көрермен театрының актерлік құрамында жаңа есімдермен толықты. Құрметті ағайын, біз түндедік. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын.